got so fucking design on right now. Қайырлы күн, менің есімім Нұргүл Өнербекқызы. Мен осы медиа саласында жұмыс жасап жүргеніме 11 жылдай болды. Осы күнге дейін қазақ газеттері, қазіргі таңдағы, одан бөлек Қазақ ұлттық университетінің баспасөз қызметінде, қазір Жазушылар одағының баспасөз қызметінде жұмыс жасап отырмын. Қазіргі таңда медиа саласының проблемалары бойынша айтатын болсақ, көп студенттер оқу бітіргеннен кейін жұмысқа орналасу жағы өте қиынға соғады. Себебі практиканың аздығы. Әдетте қазіргі таңда медиа саласының заман талабына сай, заманның жаңаруына байланысты қазіргі кезде жасанды интеллекттің мысалы күн сайын алгоритмдардың жаңаруына байланысты журналистиканы бітірген, медианы бітірген студенттер практикасы алгоритмға жете алмай жатады. Соның есебінен жұмысқа да орналаса алмайды. Мысалы, жұмысқа келген кезде көбінде біз талап қоямыз қазіргі таңда енді әлеуметтік желімен жұмыс жасауды, одан бөлек ақпараттық хаттардың дұрыс жазылуын, баспасөз баяндамасының дұрыс жазылуын қадағалаймыз. Көп таңда мен байқайтыным, журналистиканы бітіріп келген студенттердің көбі жазу деген осы екен деп ұзын сонар әңгіме стилінде жазып келеді. Бірақ ол ресми іс қағаздарға келмейтіндігін көбі мойындамайды. Өйткені ода бір жағынан енді ол қалыпты түрде практикада жүріп келеді. Сол үшін мен қазіргі таңда медиа саласында оқып жатқан кез келген студентке, кез келген осы саламен жұмыс істеймін деген жандарға айтатыным, міндетті түрде әлеуметтік желімен дұрыс жүйелі жұмыс жасауды үйрену керек. Сосын стилистикаға өте қатты мән беру керек. Телеарналарда, сұхбаттарда сөйлеген кезде де біз калька сөздерді көп қолдану сияқты қателіктерді бой алдырамыз. Сондай сауаттылық жағынан да білім алу керек шығар деп ойлаймын. Осы бойынша ұстаздар да жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Қазіргі таңда енді баспасөз медиа саласына жұмысқа келгенде көбі бағдарламаларды, ақпараттарды баяндау бойынша репортаж жасауға жұмысқа келеді. Ол кезде айлық өлшемі ең алғашқы бастап жатқан студенттерге өте аз болады. Әрине бұл практиканың жоқтығын ескере отырып төмен жалақылар ұсынады. Сол біздің жастарға көп кедергі деп ойлаймын. Өзім білетін талантты, мықты журналист қыздар, студенттер қазіргі таңда көптеген жерге жұмысқа орналаса алмай жүр. Оның себебі шынымен де жалақының аздығы. Енді жалақы аз екен деп басқа салаға кетейін деп көбі SMM маркетинг, оның ішінде именно осы маркетинг саласына кетіп жатады көптеген студенттер. Өйткені блогерлер болсын, дүкендер болсын, оның кез келген қызметкердің жалақысын нарықтағы бағаға сай төлем жүргізеді. Соған қызығып көп жастар кетіп қалады да өзінің оқыған, білген білімін көрсете алмай жатады қоғамға. Сол үшін де жан-жақты оқып жүрген кезде практикалық жұмыстарды көп жасалуын, осындай заман талабына сай курстарды, алгоритмдерді меңгеруді дұрыс деп ойлаймын. Мен 2013 жылдан бері әкімшілікте, қоғамдық қорларда, одан кейін қазақ газеттерінде жұмыс жасадым. Еліміздің ана тілі бастаған қазір Егемен Қазақстан, балалар басылымы, балдырған журналдарында жұмыс жасадық. Ол жерде де біздің негізгі миссиямыз осы қоғамға әлеуметтік сала бойынша даму, оның үстінде осы медиа саласы бойынша ол журнал, газеттерді өте ауқымды түрде насихаттау жұмыстары болды. Одан бөлек Қазақ ұлттық университетінде баспасөз қызметінде де жасалған жұмыстардың көбі сайт желісінің жаңартулары, одан бөлек енді кез келген медиада газет, телеарнасы, YouTube парақшалары қазіргі заман талабына сай барлығы бірге жүреді. Соны ауқымды түрде жариялау, насихаттау сол жұмыстың процесі болып саналады. Қазіргі таңда мен Жазушылар одағында, Қазақстан Жазушылар одағы осы күнге дейін мүлдем әлеуметтік желіде жоқ, ешқандай сайттары жоқ, одан қалса YouTube парақшалары жоқ болды. Біз қазіргі уақытта соның барлығын құрып, іске асырып, заман талабына сай
жұмыс жасап жатырмыз. Оның нәтижесінде қаншама біздің мектепте оқып жатқан жас студенттер, ақын жазушылардың қазіргі таңда тірі жазушылар деп айтып жатады. Мына кісі тірі екен ғой деп көптеген білмей жатқан студенттеріміз бар, оқушыларымыз бар. Соның барлығын осы әлеуметтік желі арқылы біліп жатыр. Сол үшін мен ойлаймын, бәрібір де оқыған, білім алған, арнайы кәсіби дипломды мамандар жұмыс жасаса, бұл жүйе ретке келеді деп. Көбінде қазіргі таңда тек қана бір курспен шектелген СММ мамандары болсын, мекемелерде жұмыс жасайды да, ол кісілер өзінің айшықты ойларын айқын айта алмайды. Ал мен ойлайтын едім, егер журналистика, филология факультетінде оқып жатқан студенттер осындай салаларды меңгеріп қызмет жасаса, ол өзінің аудиториясына, өзінің оқырмандарына жүйелі, білікті ойларын береді деген үміттемін. Менің қазіргі таңда осы саладағы ұстанымым, біз кез келген қоғамның жүйесімен жүруге міндеттіміз. Осы қоғам қазіргі қандай талап қойып жатыр, соны өзіңнің салаңмен бірге алып жүру керек, оны жаңартып отыру керек. Мысалы, қарапайым біз қазір жазушыларға да айтатын талабымыз, мысалы, көбі көркем әдебиетті, көркем стильді насихаттағанымен, мысалы, мен том керемет кітаптарды жазуым мүмкін, бірақ оны қоғам білмей қалуы мүмкін. Сол үшін де оны таныту үшін, оны жазғаннан кейін шаң басып қалмас үшін, оны қоғамға көрсету үшін, оны бірінші орында осы медиа саласын меңгеру міндетті. Сол үшін мен кез келген сала, қандай, мысалы, кәсіби, әлеуметтік сала болсын, мәдениет саласы болсын, барлығында адам жанкешті еңбек ету керек және дұрыс насихат жолын ұстану керек. Сосын шынымен де тәжірибелі, білікті мамандармен жұмыс істеу үлкен роль ойнайды. Себебі жаңағындай қысқа ғана курсты меңгеріп, қысқа ғана білім алып, сонымен ғана шектелген маманнан жаңағы үлкен жүйелі, нәтижелі еңбек шықпайды деген үміттемін. Қазіргі менің ұстанымым, енді медиа саласында аса бір мұқияттылықты, тиянақтылықты қатты талап етеді. Оның ішінде ақпаратты бұрмалап жеткізу, болған оқиғаны мүлдем басқа аясынан беру, кейде тіпті енді медиа саласында рейтинг деген үлкен орын алады. Бәрі рейтинг үшін таласып, жан таласып, бір жүгіріп кетеді. Сол кездері жалған ақпаратты қосып жіберу, бір адамның сөзінің басын емес, жаңағы бір ортасында бір дұрыс емес айтылып қалған сөздерді алдыға насихаттап шығару, жалған ақпарат тарату. Біз барынша сондайдан сақтық болуын, әр сөздегі қателіктердің болмауын, әріптердің қате болмауын қатаң қадағалаймыз. Одан қоса қазіргі заман талабына сай жаңа бағытпен күн сайын жаңаруларды іске қосып жұмыс жасаған маған ұнайды. Қазіргі таңда мысалы жасанды интеллект шығып жатса да, барлығы үлкен бір соның барлығын үйлестіре отыру үлкен жұмыс. Соны үйлестіріп барлығын жаңа, әдемі, сондай ойлы, нәтижелі еңбек шығарғымыз келеді. Қазіргі ұстаным сол. Қазіргі уақытта сосын қатаң түрде айтылатын медиа саласында этикет мәселесін көтеріп айтқым келеді. Көп қызметкерлер, мейлі ол жақсы бір телеарна болсын, жақсы рейтингі күшті мекеме болсын, сұхбат алуға келген журналистерден бір дөрекілік байқайсың. Мен сұхбат алуға келдім, сіз беруге міндеттісіз деген. Бізде кез келген салада іс-қағаздар жүргізуде болсын, журналистік бағытта болсын, оның барлығы айтылуы тиіс. Қарапайым ғана телефонмен сөйлесу. Сәлеметсіз ба? Мен бүгін осындай жоспарлы түрде сізбен сұхбат жүргізгім келеді. Осындай уақытта сізге ыңғайлы ма? Сұхбат осындай аяда жүреді, осындай деген сияқты. Қарапайым сөйлесе білу, сұрай білу деген дүниелер бізде жоқ. Бәрібір міндетсініп, шылқынып, кейде тіпті шығарылған ақпаратын сол адамдар, үлкен кісілер болады, сұрап қайта-қайта түсінбей жатады, мынаны аша алмай жатырмын, қалай, қайдан көрсем болады деп, соған жауап қайтармайтын журналистерді байқап жатамыз. Бізде журналистика саласында соны, этикет мәселесін үлкен көтеру керек. Менмендік дегенді, тәкаппарлық дегенді кішкене
жою керек. Бәрібір де сен біреуден сұрау үшін, біреуден ақпарат алуға барып жатқаныңның өзі кішірею дегенді ұғындырады. Сол үшін сыпайы болуды, сөзді жүйелі алуды барлығын меңгеруіміз керек. Баспасөз қызметінде мысалы баспасөз баяндамасын жазудың стилистикасын түсіндірмейді. Мен көп студенттер келді, бізде қазір жас студент қыздар жұмыс істейді, журналистер істейді, журналистиканы бітіріп келген. Баспасөз баяндамасын жаза алмайды. Неғып жаза алмайсың? Бұл қарапайым ғана алгоритмі бар ғой. Мысалы, мекемеңде жазасың, қандай іс-шара, қай уақытта өтетін, бір беттік қағазды жазуды көбі білмейді. Оның алгоритмін түсінбейді, себебі бізде оны оқытпайды дейді. Міне, біз сондай нәрселерді үйретуіміз керек. Ол қазіргі таңда барлық медиада, барлық ақпарат саласында баспасөз баяндамасы болады, баспасөз ақпараты болады, хабарландыруы болады. Ресми хаттың стилін түсіндіруіміз керек. Өйткені сен жаза білгеннен кейін, қоғаммен байланыса білгеннен кейін, ресми хаттарды жазуды үйрену керек. Мысалы, мен бір сұхбат алу үшін бір мекеменің басшысына хат жазып, одан сұрау сұраймын ғой. Мысалы, осындай хатқа келісе аласыз ба деген сияқты. Сонда ресми хат жазудың өзін білмейтін студенттер бар. Біз осындай проблемаларды көтеруіміз керек. Жаңа хат жазудан бастап, олар кішкентай көзге көрінбейтін жұмыс болсын, соны үйретуіміз керек. Сондай нәрселерден практика алған кез келген студент, кез келген мекемеге барып өзін көрсете алады. Сосын шынымен сондай талаптарды орындап отыруымыз керек. Бұрынғы көне жазу стилінде шығармаларды талқылау, өмір баяндарды, теорияларды көбірек оқығанша осындай жастарға шынымен өмірінде керек практикалық жұмыстарды көбірек үйреткен абзал ма деген ұсыныс айтқым келеді.